Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда Жансая Қожахметов. Қымбатты көрермен, шілінгір шілдеге де жеттік. Демалыс маусымы басталды. Қазір жан жақтан елімізге ағылған туристер легі бар. Одан кейін өзіміздің азаматтар да Қазақстанның ішінде әрлі-берлі қатынайды. Ал енді жолға шыққан азаматтың ең басты тілегі жол мұраты жету деп аталады. Дұрыс жету үшін, ешқандай мәселелердің орын алмау үшін жол инфрақұрылымының да дұрыс болғаны абзал. Ендеше бүгін дәл осы тақырыпты қозғаймыз және жол саласындағы цифрландыру мәселесін де тілге тиек етеміз. Таныс болыңыздар, бүгін сұхбаттың төрінде Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының вице-президенті Нұржан Ерболатұлы Мұқаев. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Нұржан Ерболатұлы, жол инфрақұрылымын цифрландыруға қатысты біздің елімізде президент айтып жатыр, үкімет отырысында да бірталай осы мәселені жан-жақты жіліктедік. Ал енді қазіргі таңда жарты жыл өтіп кетті. Тура ортаға келдік, экваторға келдік, жылдың 2025 жылдың. Осы уақытқа дейін не өзгерді жол инфрақұрылымын цифрландыру мәселесінде? Цифрландыру мәселесі бойынша жол инфрақұрылымында бір қыруар жұмыстар атқарылып жатыр негізі. Әр салада. Мысалы, біздің институтты айтатын болсақ, мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі жолдауына сәйкес жолдардың құрылысы, соның ішінде қала ішіндегі жолдар құрылысы бойынша бірыңғай платформа құру туралы тапсырылған болатын. Жалпы сол платформаға, бірыңғай платформаны толықтыру мақсатында біздің институт болсын, ұлттық оператор Қазавтожол болсын, ұлттық сапа орталығы болсын, әр ұйымның өзінің цифрлық шешімдерін бірыңғай платформаға енгізу туралы жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Біздің институттың күшімен өзіміздің қазіргі таңда мысалы мердігерлер, тапсырыс берушілер жұмысты нақты жоспарлау үшін, мысалы біздер жол құрылыс материалдары мен жаңа технологиялардың базасын құрдық. Соның ішінде тексерістен өткен, жалпы өз-өзін көрсеткен материалдар, немесе сол әр өңірге қалай қолайлы пайдаланылатын материалдардың базасы бар. Ол ыңғайлы өте қолданысқа да және тез іздеуге де, бір шешімдер қабылдауға да. Өзіңіз білетіндей, мемлекет басшысының 24 жылғы 2 қыркүйектегі тапсырмасына сәйкес қазіргі таңда жол құрылыстарын, соның ішінде қала ішіндегі жол жұмыстарын қадағалайтын бір бірыңғай платформа құру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол платформаға біздің Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының, мысалы Қазавтожол компаниясы, ұлттық сапа орталығының жүйелері барлығы интеграцияланып, бірыңғай бір платформа құру жоспарлануда. Сол жұмыстарды іске асыру барысында, мысалы өзіміздің институттың бірқатар шешімдері бар. Ол көлік құрылыстарының бірыңғай жүйесі, сосын көше жол жүйесін қадағалау жүйесі, сонымен қатар құрылыс материалдар мен жаңа технологиялардың базасы. Ол өз тарапынан әр үш жүйе, мысалы, өзінің сол жұмыстарды оңтайландыруға, жұмысшыларды және қаражатын қарауға, жобалау барысында жоспарлауға ыңғайлы болып табылады. Сонымен қатар жол мамандары институттармен бірге жұмыс істейтін жолшы деген базамыз бар. Ол базада барлық жол саласындағы мамандар, мердігерлер, инженерлер, сонымен қатар студенттердің базасы бар. Ол, былай айтсаңыз, біздің жол саласындағы хедхантер сияқты болды. Бұл сұрақты мен кейінірек қоям деп жоспарлап отырғам, негізі. Биыл елімізде жұмысшы мамандықтар жылы 2025 жыл. Білесіз, мемлекет басшысы осылай жариялады. Ал енді осы жарты жылдың көлемінде жұмысшы мамандықтар жылы аясында жол саласындағы кадр тапшылығы, маман тапшылығы реттелді ма? Бір ыңғайына келді ма? Сол реттеу мақсатында өзіміз министрлікпен бірге ғылым және жоғарғы білім министрлігімен бірге қоса биыл енді 800 грант бөлінді.
соның ішінде 100 гранты магистратура мен докторантураға. Соның ішінде сонымен қатар автомобиль жолдар заңына да өзгерістер енгізіліп, біліктілігін арттыру және сертификациялау бойынша жұмыстар қарастырылатын болды. Нұржан Ерболатұлы, биыл 2025 жылы, қателеспесем, біздің елімізде жаңа заманауи суперпейв деп аталатын технология енгізілді. Бұл көрерменге түсінікті болу үшін суперасфальт деп аталатын жаңа стандарт енгізілген еді. Бұл стандарттың, бұл технологияның ерекшелігі неде бұрынғы технологиядан? Ерекшелігі, бұл негізі жаңа технология емес, бұл да методика деп айтсам болады. Жаңа әдістеме. Жаңа әдістеме деп айтсам болады. Мысалы, ол 1980 жылы ақш-та пайда болды. Енді қазірге дейін сол бізге енді жетті. Ауқымды болып, барлық енді 130 мемлекетте пайдаланып жатыр екен. Қазіргі таңда сол мемлекет басшысының 23 жылға тапсырмасын орындау мақсатында сол нормативтік техникалық құжаттарға өзгерістер енгізу жұмыстары басталып кетті. Мысалы, былтыр алатын болсақ, 24 жылы жалпы сол суперпейв технологиясын енгізу бойынша сол 10 стандарттарға енгізу жұмыстары жоспарланып отыр. 24 жылдан бастап, мысалы, былтыр 3 стандарт қабылданса, биыл да ол жұмыстар жалғасуда. Биыл да сол тағы да 3 стандарт әзірленіп бекітілетін болады. Негізгі әдістеменің өзгешелігі қазіргі таңда, мысалы, қазіргі күнге дейін эмпирикалық әдіспен немесе тәжірибе арқылы қараса, ол несін сапасын, қазіргі бұл өте прогрессивті технология. Жоспарлау барысында сол жергілікті климатқа сәйкес, сол жолдың қарқындылығына сәйкес солай есептеліп, сол битумның несі анықталады. Бұрынғы не бойынша битумның 3 маркасы пайдаланатын болса, мына технологияны енгізгеннен кейін әр регионға өзінің сол климаттық жағдайына байланысты, жолдағы қарқындылыққа байланысты 24 битум маркасының 24 түрі пайдалануы күтілуде. Сонда қараңызшы, бұрын барлық аймақтарға, яки оңтүстік болсын, солтүстік болсын, бір битум төселетін еді, дұрыс па? Иә, 3 марка. 3 маркалы, бірақ оның ауа райына байланысты бейімделуі қарастырылмайтын еді. Қазір енді менің түсінігім бойынша, дұрыс па? Суперпейв бойынша, жаңа технология бойынша, енді мәселенке 40 градус болатын, жазда аптап ыстық болатын Шіліңгір, Қызылорда, Шымкент деген сияқты аймақтарда басқа битум төселеді, солтүстік өңірлерде басқа битум. Енді осы қабылдаған стандартқа сәйкес енді сол жұмыстар күшейтілетін болады. Биыл төселіп үлгерді ме ол асфальт? Биыл жоспарда бар, оған 4 участок берілді. Қазір соны күтудеміз. Соларға сол жерлерде пайдаланып, соның нәтижесін күтудеміз. Бірақ әлі төселген жоқ, е? Сол пысықталу барысында қазір. Қысқа дейін үлгересіздер ме? Үлгереміз. Ал енді маман тапшылығын айттық. Негізі, егер жұмысшы мамандығы жылын қарастырмаған кезде, осы жол саласына келетін мамандардың білікті, білімді кадрлардың сапасы қаншалықты жақсы? Қаншалықты маман тапшылығы жоқ сіздерде? Оның да бір себептері бар маман тапшылығының. Көлік құрылысы бағыты бойынша бір кездер қысқарып, ол жалпы құрылыс саласына кіріп кетті. Содан кейін сол былтырдан бастап қайтадан бөлек шығарды ғой. Иә, бір жақсы мәселе көтеріп отырсыз. Менің білуімше, биылдан бастап жаңа бакалавриат ашылады, осы мәселеге қатысты. Жол құрылысы мамандықтарын даярлайды. Былтыр ашылды. Биыл жаңа түлектер легі шықты. Биыл 800 грант бөлініп отыр. Соның ішінде 700 бакалаврға болса, мысалы 100 шамамен докторантура мен магистратураға. Енді сол бір қуанышты жаңалық. Егер бұрынғы кезбен салыстыратын болсақ, бұрын жол саласына келетін жұмысшылар әйтеуір бір жұмыс болсын деп келетін сияқты еді. Қазір кәдімгі білімі бар, яки дипломы қалтасында бар, білімді, білікті, жол саласының қыр-сырын меңгерген мамандар келетін сияқты. Дәл солай. Яки ондай мамандар жол салғаннан кейін, ол жол міндетті түрде сапалы болу керек.
келісем. Енді қазір халықтың көп айтатын жол мәселесі қозғалса, біздің елімізде айтатын бір үлкен мәселе, неге жолды жыл сайын жөндейді, неге жолды бір жолды, болмаса бір бағыттағы жолды жыл сайын төсей береді, жаңарта береді, жамай береді дейді. Енді жаңа маман келгеннен кейін білікті, білімді Жаңа маман, жаңа технология бар. Жаңа Мысалы, технология бағана болғаннан айтып кейін, отырмық қой, мысалы, суперпейв деп. Суперпейвтің мысалы біздер пайдаланатын мемлекеттердің тәжірибесін қарап шықтық. Ол мысалы қазіргі жолдың сақталу мерзімін 25%-ға көтереді. Сонымен қатар шығындарды азайтады күтіп ұстауға. Сол салдарынан сонымен қатар мердігерге де, тапсырыс берушіге де сол материалды басында бекітіп, соны қадағалауға уақытылы мүмкіндік береді жақсы. Әңгіменің алқисасы ретінде сөз басында мен кез келген адам жолға шығарда жол мұраты жету деп тілейді. А нүктесінен Б нүктесіне жету үшін ең бастысы дін аман жетсем екен деп тілейді. Ал енді дін аман жету үшін жолдың қауіпсіздігі де дұрыс болу керек. Осы ретте жол қауіпсіздігі стратегиясы қазіргі таңда қаншалықты жемісті жүзеге асып жатыр? Қазір сол көлік министрлігі, автомобиль жолдар комитетінің тапсырысымен біздер сол жол қозғалысының қауіпсіздігі стратегиясын жасап жатырмыз. Ол енді бұлай былтырғы деректерге бойынша, мысалы бас прокуратураның деректері бойынша 31 мың апат болыпты былтыр жол көлік оқиғасы. Соның ішінде 2421 адам қаза тауыпты. Бұл былтырғы одан арғы жылғы бойынша 23 жылға салыстырғанда 2 есе көп. Енді сол салдардан қазір жол қозғалысының қауіпсіздігін стратегиясын жасап жатыр. Бұл стратегиялық жоспарлар қашан жүзеге асып бастайды? Мысалы, жол қауіпсіздігіне қатысты? Жылдың аяғына дейін бітеді деп ойлаймыз. Сізге рахмет, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге айтар алғысымыз шексіз. Жолды жыл сайын жырлайтындай емес, осылай кешенді, үлкен шаралармен, ілкімді істермен қорытындылап, жол мәселесін түбегейлі шешіп, біз де сол өзіңіз айтқан озық елдердің қатарына қосылайық. Қазақстанда, Польша сияқты, Жапония сияқты үлкен жолдар төселіп жатқан, жолдары қауіпсіз елдердің қатарында болсын деген тілек бізден. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Студиямызға келіп уақытыңызды бөлгеніңізге айтар алғысымыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, о баста жол мұраты жету дедік. Жол мұраты жету, және егер сол жол төселіп жатса, ешқандай кедергі болмаса, және жол қауіпсіздігі барынша қарастырылса, онда біздің еліміздегі жолдар да ең қауіпсіз жолдардың қатарына кіріп, содан кейін А нүктесінен Б нүктесіне сапарын жоспарлаған адам діттеген жеріне дін аман жететініне шүбә болмайды. Бүгінге айтарымыз осы. 24 KZ арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Аман болыңыздар.